Мені қосайын бұл демонстрацияны. Қоса бер, аха. Аңлап көрмейміз кіргендерді. Ой, 5-ші мектеп шығыр. Я осылай болмақ. Жақсы жарай қалды. Әріптестер, қалдарыңыз қалай? Сабағымызды бастай берейік. Әсел мұғалім қосып тұрсыз ғой, иә? Видеоларыңыз қосып қойыңыздар, әріптестер. Көріп отырайық, фото, видео бар, отчет. Инабат деген мұғалім. Маржан мұғалім. Әсел мұғалім, видеоңыз қосыңыз, иә? Уақыт кетіп жатыр, біздің қазір уақыт шектеулі, уақытымыз кетіп қалады, сабақ қой. Аха. Инабат мұғалім, тағы да. Сәлеметсіздер ме? Біздің бар жұмыс. Әсел мұғалім. Қайырлы күн. Ұстаздар, әріптестер, оқушылар. Естіліп тұр ма даусым? Естіліп тұр ма сіздерге? Я естіп. Күшейту қажет жоқ қой, иә? Жақсы, сонымен бастайық. Бүгін 7-ші сыныпқа арналған сабағымызды өткіземіз. Тақырып атом құрамы мен құрылысы, изотоптар. Бұл сабақты 2 мектеп бірігіп өткізейін деп жатырмыз. Қашкен Смайылов атындағы 43-ші мектеппен осы Егінұлақ басындағы нөмір 5-ші мектеп. 43-ші мектептен мен Жұмашева Үміт Рымханын өткізем. 5-ші мектептен химия пәні мұғалімі Әсел мұғалім өткізеді. Жалғастырады. Сонымен бүгінгі біздің атом құрамы мен құрылысы, изотоптар сабағымыздың мақсаты. Бұл негізі сабақ 2 сағат беріледі. Бүгін біз 2-ші сабағын өткізейік деп жатырмыз. 1-ші сабақта да біраз мағлұмат берілген. Яғни протон, электрон, нейтрон және олардың атомдағы орналасу тәртібін, массасын, зарядын білу. Алғашқы 20 элементтің атом құрылысы мен атом ядросын құрамын білу. Және изотоп түсінігімен таныстырамыз бүгінгі сабақта. Бірінші мен лездеме сұрақтардан бастайын деген. Бұл үй тапсырмасын пысықтау мақсатында оқушыларға сұрақтарым бар. 5-ші мектептегі 7-ші сынып оқушылар жиналып отыр. Осы сұрақтарға тез жауап беріп шықса. 1911 жылы ағылшын ғалымы Эрнест Резерфорд қандай ірі жаңалық ашты? Әсел мұғалім естіліп тұр ма балаларға? Естілмейді сіздің даусыңыз что-то. Не, Жанар админ қоспай ма дауысты включить звук деп? Сіздің даусыңыз естіліп тұр, басқа мектепте де сөйлеп отырған. Әсел мұғалім. Бірден де сөйлеп тұр, естілмей тұр. Әсел мұғалім естілмейді.
Сәлім мұғалім, сіздің дауысыңыз естілмей тұр. Бір қосып отырмын. Сол вроде бізден емес. Басқа мектептің балалары жауап бере беріңіздер. 1911 жылы ағылшын ғалым Резерфорд қандай ірі жаңалық ашты? Физикаға да байланысты бүгінгі тақырып. Екі жерден көріп тұр, 5-ші. Жауап бар ма? Отыз үш мектеп балалар өтті қой. 7-ші класс. 33. Қандай ірі жаңалық ашты? Бұл тақырып негізі жаратылыстану пәнінде қарастырылады. Біз қазір как раз өтіп жатырмыз. 6-ші класстарда жаратылыстану пәнінде қарастырылады. Резерфорд атом құрылысын ашты 1911 жылы. Бұл өте үлкен ірі жаңалық болды. Мен қатарлас мектебім кіре алмай тұр, 5-ші мектеп, дауыс шықпай тұр. Екінші сұрақ, атом неден құралады? Атом неден құралады? Қайталап жіберсеңіздер. Атом неден құралады? Атом неден құралады? Дауысты атом қарай беріңіздер, ат жөндерін. Балалар, атом ядромен сыртында не айналып жүреді деді? Электрондар. Электрондар, әрине. Атом ядромен электроннан тұрады. Протон дегеніміз не? Ол ядрон құрамында болады. Протон дегеніміз не? Он зарядты бөлшек. Он зарядты бөлшек. Нейтрон деген. Бауырымның атомнан өтіп. Нейтрон деген өзі айтып тұр, е? Нейтрал деген сөз. Яғни? Зарядты бөлшек. Нейтрон зарядсыз бөлшек, е? 0. Электрон қандай зарядты бөлшек? Минус, дұрыс айтасыз. Электрон теріс зарядты бөлшек. Сонымен балалар, ядроның құрамына осы 3 бөлшектен протон, нейтрон, электроннан екеуі кіреді, е? Ол протон, ол нейтрон. Екеуі ғана кіреді. Электрон ядроның құрамына кірмейді, бірақ ол атомның ішінде айналып жүреді. Ядроның сыртында айналып. Ядроның сыртында. Дұрыс айтасыз, деген нейрон айтты. Зарядсыз бөлшек. Зарядсыз бөлшек. Дұрыс, нейтрон зарядсыз бөлшек. Жақсы. Көріне ме балалар? Атомның моделі. Қараймыз. Сонымен жауап берсек, осы жерде қызылмен бейнеленген қалай аталады? Ядро. Ядро, дұрыс айтады. Ядроның сыртында бізде айналып жүр мұны. Электрон. Электрондар, дұрыс айтады. Жақсы. Так, келесі. Бейне материал бойынша тапсырманы жеке орындаңыз дейді. Осы тапсырманы орындасақ, бұл негізі жаратылыстану оқулығында да бар. Бұл тапсырма 7-ші кластың химиясында да. Сонымен атом құрылысы. Мына екі кесте бойынша екі бағанға не жазамыз? Неден құралады атом? Біріншісіне. Ядро. Ядро. Әлібек, бұл жауап береді. Екіншісі. Электрон. Электрон. Енді демек біріншісі ядро болмайды, өйткені екіншісі бөлініп тұр ғой. Былай жауап дұрыс, ядро мен электрон. Біріншісі электрон болып кетсін,
Екіншісі ядро. Екіншісі Ядроны екіге бөлеміз. Қандай бөлшектерді кіреміз? Протон мен нейтрон. Протон мен нейтрон дұрыс. Және балалар екеуін сендерге біріктіріп тұр протон мен нейтрон. Онда ол нуклид деген ұғымды ұғамыз. Протон мен нейтрон бізде нуклидті береді. Түсінікті ма? Ол жоғары сыныпта қаралады. Жақсы, енді астындағы кестеге қарайық, иә? Зарядтарын қою керек, массаларын қою керек. Протонның заряды. Протонның заряды плюс. Нейтрондікі. Нейтронка минус. Жоқ, нейтрон. Нейтро. N 0 болады, иә? Зарядсыз. Электрондікі минус, дұрыс айтады. Массалары бір-бірден болады, иә? Жақсы, тек электрондікі ғана бірден аз болады. Ал протон мен нейтронның массалары бір-бірден болады. Екеу массалар тең болады. Жақсы, келесі назар аударсақ, мына схеманың толтырып тұр. Зарядтарға қарайық. Мына протондікі плюс 1, нейтрондікі 0, электрондікі минус 1. Массалар бір-бірден, электрондікі көрінді ма? 1836 бірден. Яғни оның массасы өте аз дегенді білдіреді. Так. Келесі, бүгінгі міне жаңа тақырыбымызды жалғастырсақ, осы тақырып біз оны бірлет негізгі ұғымдармен танысқанбыз. Бүгін біз жалғастырамыз. Бүгін біз изотоптар туралы өтеміз. Сонымен балалар тыңдаймыз. Атомның ең басты сипаттамасы ядро заряды. Ядро заряды бірде атомдар түрі химиялық элемент деп аталады. Бір химиялық элементте ядро зарядтар бірдей, бірақ атомдық массалар әртүрлі бола береді. Егер бір химиялық элементте 2-3 түрлі атом түрі болса, олар изотоптар деп аталады. Мысал ретінде мен 2 атомды қарастырайын деп тұрмын. Біреуі оттек, оның массасы 16, екіншісі оттек, массасы 17. Бірақ екеуі де оттек. Қалай ойлайсыңдар? Неге екеуі де оттек? Неге біреуін басқаша бейнелей алмаймыз? Екеуін де оттек деп бейнелейміз. Себебі неде? Ең басты сипаттамасы не дедік жаңа ғана? Оттек, Атомның ең басты сипаттамасы не? Көрініп тұр ма тақта сендерге? Слайд. Ядро заряды. Егер екеуі де оттек деп мен тұжырымдап тұрсам, демек екеуінде де не бірдей? атомда Екеуінде де ядро зарядтары бірдей. Протон бірдей. Көріп тұрсыңдар, иә? Балалар, мына жер опечаткаға кетіп қапты. Мен қазір мына жер түзетіп жіберейін. Мына жерде 9 болады. Так, 9-ға 8, 17 дұрыс. Иә, протон саны бірдей екеуінде де. Сондықтан электрон да бірдей, бірақ нейтрон саны әртүрлі. Біреуінде нейтрон 8, біреуінде нейтрон 9. Яғни оттек 17-де нейтрон саны көбірек, яғни оның ядросы ауырлау болады. Енді келесі формулаға қараймыз. AR бұл салыстырма атомдық масса тең нейтрон саны N плюс Z ядро заряды. Нейтрон санын табу үшін дәл осы формуладан атомдық массадан Z-ті алып тастаймыз. Біз класста мынандай тапсырмалар істедік па, балалар? 7-ші класс. Протон, нейтрон, электрон санын анықтау, жаттығулар тақтада. Орындадық, иә? Осылай орындайсыңдар, иә? Я тыңдаймыз. Оттек 8-ші болып орналасып тұр ғой периодтық кестеде. Сондықтан протон саны да 8, электрон саны да 8. 17-де солай. Протон 8, электрон 8. Тек нейтронды табасыңдар сендер. 16-дан 8-ді аламыз 8, ал екіншісінде 17-ден 8-ді аламыз 9 болады. Бұндай есептер 11-ші класста да кездеседі физика тақырыбында. Так, сонымен келесі слайдқа қарайық. Бұны жазып аламыз. Ядроларында протон саны бірдей, бірақ массалары әртүрлі. Белгілі бір элементті құрайтын атомдар изотоптар деп аталады. Изотоп грекше бір орынға орналасушы деген мағынаны білдіреді. Қараймыз. Сутектің 3 изотопы бар. Біріншісі протий, екіншісі дейтерий, үшіншісі тритий. Третий деп шатастырмаймыз, тритий. Протийда қараймыз, не жоқ. Не көрініп тұр фотодан? Қараңдаршы суретте. Не ғана көрініп тұр? Қызыл, сары, плюс. Ол не? Протон. Протон ғана.
Тыңдаймыз. Сутектің бірінші изотопында протиді нейтрон жоқ, көріп тұрсыздар. Тек протоннан тұрады оның ядросы. Екіншісі дейтерийде бір протон, бір нейтрон бар. Третийде бір протон, екі нейтрон бар. Сонда көрдіңдер ма, протон саны өзгермейді. Протон саны өзгерген жоқ. Егер протон саны өзгеріп кетсе, ол уже сутек болмайды. Ол басқа элемент болып кетеді. Протон ядроның сипатта несін зарядын береді. Протон плюс болғандықтан ядрода плюс болады. Сондықтан біз айттық қой, атомның ең басты сипаттамасы ядро, оның заряды. Ең басты сипаттама ядродағы протон. Нейтрон әсер етпейді. Нейтрон өзгертпейді оны. Түсінікті ма бұл жер? Жақсы. Айта кетейін, осы сутектің сонда ең көп таралған изотоп ол протий, ал дейтерий мен тритий өте көп кездесе қоймайды, сирек кездеседі. Мысалы, дейтерий Д әрпімен белгіленеді, әдейілеп дәрілердің құрамына кіргізеді. Және мысалы дәріні берген кезде, енді ол жасырын емес, дәрілерді сынақтан өткізеді, тышқандарға береді, мысалы. Және сол дәрі оның қай мүшесінде екенін көреді, мысалы бауырында ма, бүйрегінде ме. Әсел мұғалім даусыңыз шықты, иә? Қосылып тұр. Сондықтан мынау сондай тәжірибелер үшін қолданылады бұл ауыр изотоп дейтерий. Және балалар айта кетейін, литийдің 3 изотопын көрсетіп қойдық. Литий 6, литий 7, литий 8. Біз айтпаймыз 3-те 6, 3-те 7, 3-те 8 деп. Себебі 3 деген ол тұрақты шама. Ол өзгермейді. Ол протонның санын білдіреді. Тек нейтрон саны ғана әртүрлі. Түсінікті ма балалар? Жақсы түсінсек, 7-ші класс өте жақсы оқиды, бұлар жақсы қабылдайды бұл класстың балалары. Әсел мұғалім, ары қарай жалғастырасыз ба? Сіз мына жерде есептеуін айтып кетпедіңіз ба? Хлордың атомдық массасы. Хлордың жақсы айтып кетейін. Мен асығып қазір видеоларым бар екен. Мен асығып отырмын да, жаңа дауыс шықпай қалсын. Жақсы балалар, қараймыз. Біз мынандай есептер шығарамыз. Хлордың салыстырма атомдық массасын есептеу. Егер сендерде есепте берілсе, мысалы хлордың омегасы 75%, хлор 35-тің, хлор 37-тің омегасы 25%, оның орташа салыстырма атомдық массасын есепте десе, онда біз орташа салыстырма атомдық массаны былай табамыз. 75%-ды 100-ге бөліп жібереміз. 25-ті 100-ге бөліп тастаймыз, яғни пайыздан алып тастаймыз. 75%-ды 100%-ға бөлгенде 0,75 қана болады, пайыз болмайды. Оны атомдық массаға көбейтеміз, 35-ке. Келесіні қосамыз, 0,25-ті көбейтеміз 37-ге. Екеуін қосып көбейткенде бізде 35,5 шығады. Периодтық кестеде хлордың атомдық массасы 35,5 деп көрсетілген себебі осында. Өйткені хлордың екі изотопы осылай таралған. 75% 35 хлор, 25% хлор 37 таралған. Яғни азырақ ауыр хлор. Сондықтан оның орташа атомдық массасын 35,5 деп аламыз. Түсінікті ма, неге дөңгелек емес осындай бөлшек санын? Өйткені біз көбейтіп, қосып табамыз. Содан шығады. Және балалар, мен видеоны көрсеткен, кішкене тарихи деректерге тоқталып кетейін. Қазір бізде уақыт жеткілікті болып тұр, сондықтан таныстырып жіберейін. Он бірінші жылы негізі. Слайдтан артқа барып, сосын ссылкаға басыңыз мұғалім. Көрінбей ма? Жоқ. Біз жайын видеоны нетіп тұрмыз, Жанар мұғалім көрінбейді дейді, ссылкамен нетін. Жоқ, сіз слайдтағыны бастыңыз ба, или папкадан ашып тұрсыз ба? Қайдан? Папкадан, е? Демонстрация қосылды. Жоқ, слайдтан ашыңыз. Слайдтан. Жақсы, слайдтан қосайық. Ссылкаға басыңыз, жоғарыға қарай барып, аха. Қазір бірінші бетте. Полностью ашып, бірақ басасыз. Қазір, аха. Біреуін көрсетіп жіберейік, өйткені уақытымыз бірінші бетте бар. Ссылкасы бар ма? Папкаға кірейік, сонда ссылкасы бар. Жоқ, онда создавать ету керек. Слайдта ссылка жоқ, біз ссылканы салған жоқпыз. Жоқ, сіз анау ашыңызшы кәдімгідей. Папканы ашайық, е?
Жоқ, папканы емес, слайдты ашыңыз полностью. Сіз былай не күйінде ашып отырсыз? Сокращенный, ага. Полный показға Демонстрация. ашыңыз, аха. Демонстрация, полный показға ашыңыз. Понятно, ага. Ең бірінші Демонстрация слайдқа экрана. барыңыз. Бірінші, главный. Екінші. Бірінші слайдқа барыңыз да, сосын. Немесе ана видео тұрғанынан сол с текущего деп аша беріңіз. Қазір. Видео тұрған бетке барыңыз. Қазір. Аха, сосын. Жоқ, видео неде слайдта тұрған жоқ, отдельно папкада тұр ғой. Жоқ, ол слайдта тұр, сол ненің басына просто рисунокқа басу керек. А бар ма слайдта? Рисуноктың үстіне басын. Қазір. Ол гиперссылка жасалып тұр. Көріне ма? Келесін ашыңыз, келесі бет. Аха, енді осы видеоның үстіне басыңыз, екеуінің астында да видео бар. Бірінші камерада да, и анау молекулада да. Қазір, не тармай тұрмыз? Соның үстіне бастыңыз ба? Қазір. Үстіне, мына видеоға ма? Құры өзде? Я, видеоның үстіне басыңыз, сурет тұр ғой, соның үстіне. Осы ғой, аха. Көріне ма, Селмон? Видео ашылған жоқ. Балалар, сіздерге көрініп тұрған жоқ па? Көрініп тұр. Көрініп тұр дейді, олар қарап отыр. Сурет қана Сурет қана тұр, видео ашылған жоқ. видео жоқ. Қоса алмадық онда біз. Жоқ, үстіне басыңызшы, ашылады. Гиперссылка рисунокта тұр ма екінші? Я. Соның үстіне басыңыз. Басылып тұр, ашылып тұр видео бізде. Екі рет басасыз, тезірек сурет ашылады. Қосылған жоқ па? Жоқ. Өздеріңізде ашылды ма? Ашылып тұр. Бізге көрінбей тұр ол. Тоқтатамыз. Басқаша қосылмайды әсел мұғалім бізден. Жақсы, әрі қарай жалғастыра беріңіз Онда онда. тапсырмаға кете берейік, Аха. уақыт кетеді. Онда сіз жаңағы тапсырмаларға жылжыта салыңызшы, мен. Жақсы. Или маған демонстрацияға Надан рұқсат беріңіз. Жақсы, демонстрация. Полный экранға ашыңызшы, сосын жылжытып отырасыз. Бағалаудан бастаңыз. Я бағалау пара. Надан. 12-ші бет. Аха. Полный экранға ашыңыз. Ал, Қазір. көріп тұрсың ба? Жоқ. Жоқ. Ал, құрметті оқушылар, бізде енді Ханна екеуміздің қосылған сабағымыз. Үміт мұғалім жалпы енді түсіндіріп өтті. Атом туралы, атомның құрылысы туралы. Атом бізде 10 зарядтың ішінде ядродан тұрады, біресінде ряд, сыртында электроннан тұрады. Енді осы түсінгендерім бойынша біз тапсырмалар орындауға көшейік. Енді мен сыныбымда негізі біраз бала бар еді, олар ауырып, бүгін енді 2-ақ бала болып тұр. Сондықтан да өткізе берейік. Жалпы енді аудан балалармен өткізсек болды ғой. Бізде мынандай бағалау парағы берілген. Бұл парақшамен сендер өздерің жұмыс жасайтын боласыңдар. Білім шыны деген, яғни каждый тапсырманы, әрбір тапсырманы орындаған сайын, сол санның үстіне жаңағы құстыл қойып отырасыздар. Соңынан жалпы балды есептейтін боласыздар. Түсінікті ма? Енді келесі бетке көшейік онда. Мұғалім жылжыта салыңызшы. Жақсы. Ертең 4-ші сабақта химия сабағы өтеді деді. Енді мынау бізде жекелеме жұмыс болады. Осы парақтарыңызды алыңыздар, мұғалімдеріңіз шығарып берген шығар, иә? Бәрі сілеміз. Осы парақтарыңызда қарасаңыздар, жұмыс парағы, бұл жерде атом құрылысы мен құрамы берілген. Осыны орындауға қазір мен 1 минут уақыт берем, жылдамдатып орындай қойыңдар балалар. Бұл жерде протонның
тамбасы, заряды және сипаттамасы деген жерге, яғни оның сипаттамасын көрсетесіңдер. Яғни 10 зарядты ма, немесе ол зарядты бөлшек па деген сияқты, иә. Сосын мынау суретте бізде атомның планетарлық моделі тұрған жерде сіздер көрсетесіздер қайсы нейтрон, қайсы электрон және қайсы протон екенін. Сосын электронның тамбасы, заряды, сипаттамасы, нейтронның тамбасы, заряды, сипаттамасы. Ал 1 минут уақыт. Сыртында кішкентай домалақтар тұрған не? Электрон жағыңдар сол жерге. Жоқ, мынаны толтырып жатырмыз сарған. Өшірілмейді. Жоқ қанда. Жоқ. Қайсы электрон керісінше. Одан кейін не? Үлгеріп жатырмыз ба, балалар? Үлгермесек, тағы жарты минут уақыт берейін, е? Берейін ба? Нейтрон қайсы? 1 минут берейін, жақсы. Ол жекелеме, әр оқушы жеке-жеке орындайды. Сосын? Тез алды орындайды берейін. Одан көрейін. Жиырма 5 секундтарын қалды, балалар, сосын тоқтатамыз. Уақытымыз бітті, тоқтатамыз. Ал Айбан оқи қойшы, протонның тамбасы қандай әріппен беріледі? Заряды. Заряды плюс. Сипаттамасы, балалар. Дұрыс, ядро ішіндегі орналасқан 10 зарядты бөлшегі. Келесі, электрон. Электронасы N0. Е әріпі, заряды. 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 0. Ой, заряды. Е үстінде тұрады ғой. Минус. Теріс, және сипаттамасы? Теріс заряд. Атомның сыртында айналып жүреді дейді Айзере. Дұрыс, келесі. Нейтрон балалар. Кім жауап береді? Нейтрон. Минус. N әріпімен белгіленген тамбасы. N0. Заряды. Заряды. Минус. Балалар, электрон минус қой, нейтрон минус емес қой. Зарядсыз бөлшек қой. Сипаттамасы. Заряды болмайды. Заряды болмайды, зарядсыз бөлшек. Жақсы, балалар. Енді мына жерде атомның планетарлық моделінде белгіледіңдер ме? Қай жерде электрон? Электрон қай жерде болады? Электрон сыртында. Сыртында айналып жүреді. Ядроның ішінде не болады? Нейтрон мен протон. Жақсы, балалар. Келесіге көшейік, онда тамаша. Келесі тапсырмамызға көшейік. Бұл жерде, егерде бұл тапсырмамен жақсы жақсы орындаға болсандар, если справились, онда сіздер жаңағы бақылау парағына бірінші тапсырмаға құстыл қоясыздар. Өздеріңізді бағалап отырасыздар. Түсінікті ма? Келесі. Келесі жылшыта салып. Келесі бет. Дұрыс па? Енді болады, қараңдар. Сіздер қазір жұптық жұмыс. Сіздер жұппенен отырсыздар, жұптасып жұмыс жасаймыз. Бұл жерде 4 тапсырма берілген. Бірінші, бос орынды толтыр. Ол жерде сіздер оттектің реттік нөмірін көріп тұрсыздар, және массалық санын көріп тұрсыздар. Осы жерде протонның
электронның нейтрон санын анықтайсыздар. Түсінікті ме? Келесі, екінші тапсырмада кестені толтыр дейді. Бұл жерде алюминий және күкірт берілген. Бұлардың ядро зарядтары және атомдық салмақтар беріліп тұр. Сендер бұл жерде протон санын, электрон санын, нейтрон санын анықтайсыңдар. Одан кейін артықты тап деген жерде осы сөйлемдердің ішінде қай сөйлем артық, соны ғана белгілейміз тест сияқты. Сосын төртінші тапсырмада бұл жерде формула бойынша есептейміз, тағы да нейтрон санын анықтайсыңдар. Бұны орындауға 2 минут уақыт. Таймер қоям. Ал бастаймыз, балалар. Более высокий кетемін. Әсел мұғалім 10 минут қалды. Зумның аяқталуына. Онда жүктік жұмыстың біреуін ғана орындайық, сосын келесіге көшейік. Жақсы. 17 дегенді 35-тен 17 алшы. 18 ба? 18. Енді қарап. Енді білейік. Магний атомдық реті 12 болса, неше протон бар? Карина, Неше электрон бар? Неше электрон бар? жүкпен орындаймыз, балалар. Екіншінің қатесін табыр. Протон саны әрқашан электрон санына тең келсесін ба? Солай болады. Электрон атом зарядында орналасқан атом. Айгүл мұғалім ескілік тұрсыз. Қалыңыз қалай, Әсел мұғалім, жақсы. Қырық 45 секундтарын қалды, балалар. Орындай алып жатырмыз ба? Балалар? Я. Айзере, Айбану, орында отырмысың? Мен тапсырмамды аяқтадым, оқи берейін ба? Ал бастай ғой. Бірінші тапсырма. Бос орынды толтыр дейді, соны оқисың ба? Иә. Бастай ғой. Протон саны. 8. 8 протон бар. Жақсы. Электрон саны. 8. Уақытымыз балалар. Сегіз. Нейтрон саны 8. Нейтрон санын қалай таптық, балалар? 8. Нейтрон санын қалай таптық? Атомдық салмағынан 16-тан 8-ді. жақсы. Келесі тапсырма. Артықты тап. В. Нейтрон саны мен реттік саны бірдей бола ма, балалар? Болмайды. Болмайды. Сондықтан бұл жерде В нұсқасы. Жақсы, тамаша. Келесі тапсырма, кестені толтыр. Алюминий. 13 протон. 13 протон. 13 нейтрон. 13 нейтрон. 13 нейтрон бола ма? Нейтрон. 13 электрон. 14 нейтрон және 13 Электрон. әрқашан протон мен электрон саны қандай болады, олар? Тең болады. Келесі күкірт. Кім оқиды? Күкірт. Карина оқиды. Протон саны 16. 16 протон. Электрон саны 16. 16 және Нейтрон саны 16. нейтрон саны 16. Тамаша. Келесі формула бойынша есепте. Көміртектің нейтрон санын табамыз, балалар. Қалай болды? 6. 6. Тамаша. Онда келесі жұмысқа көшейік, балалар. Өте жақсы. Жақсы орындаған болсақ, бағалауға ұмытпаймыз. Жеке жұмысқа көшеміз. Ермек саз бар ма? Пластилин бар ма? Бар. Міне. Так, енді көк, қызыл, жасыл түсті ермек сазды алып алыңдар. Содан кейін өздерің қалаған бір элементті алып, соның құрылысын жазасыңдар. Сендер білесіңдер, я балалар, бізде ядроның ішінде протон мен жаңағы нейтрон болады, ал электронды сыртындағы мына жолға орналастырамыз. Сондықтан да өздерің қалаған элементтерді таңдап, енді ұзақ отырмайтындай бір 10-ға дейінгі элементтерден ала салайық.
сосын мынау қағазға орындай қойыңдар. Жеке орындаймыз балалар. Мынандай Қағазға болады. телефон балалар бізде көк түскенмен электрон болсын, көк түскен электрон протон мен жаңағы нейтронды оның қызылмен жасыл қылып алыңдар, жүре ме? Ал Протон, нейтрон болу керек дейді. бір көлемде шарлар домаласыңдар, одан кейін барып ортасына Протон, нейтрон болу керек. Мынаны істеп келдім. Мынаны да істей салуға болады. Үш. Қара сызықтан істеу керек. аздауын алыңдар балалар, 10-ға дейінгі элементтерді. 10-шыға дейін. Иә. Алайын. Бізде бұл жерде екі жаңағы жола берілген, электронның қозғалатын жолы. Енді сендер әлі бұндайды өткен жоқсыңдар, бірақ сонда да мен осындай тапсырма алдым. Үйрене берерсіңдер. Ядроның ішіне протон мен нейтрондарды орналастырасыңдар да, электрондарды мына бірінші дөңгелек жолға, яғни оны орбиталь деп айтамыз, ол жерге екі электрон орналастырасыңдар, қалғандарын сыртқысына орналастырасыңдар. Ал жасап жатырмыз ба? Иә. Так, бұған 2 минут уақыт балалар, жылдамдатайық. Енді сызықтан керек сызық. Қарамай сызық. Ұзын сызықты. Тез. Өтеді қазір. Жоқ, 5 минут бар. Кешіріңіз. Бола ма? Иә. Ұзын? Енді мына адамы. Элемент аласыңдар, соны көбірек алмаңдар. 10-ға дейін ғана. Қазір уақыт көрсетеді. Уақытымыз. Элемент деген мысалға. Тапсырманы болғандарым болса, балалар сөйлей берсеңдер болады. Міне мұғалім. Кәні? Бұл сыртындағы электрон. Оқи, бірінші қай элементті алдық? Элементтің атауы. Атом. Элементтің атауы. Литий. Жақсы. Реттік нөмірі. Реттік нөмірі 3. Атомдық массасы. 7. Протон саны. 3. Нейтрон саны. 4. Электрон саны. 3. Тамаша балалар. Тағы да кім оқиды? Басқа мектептерден тағы да. Тамаша. Бұл бізде Қарабұлақ ауылының балалары, иә? Тамаша балалар. Онда бақылау парақтарыңа белгілеп қойыңдар. Осы тапсырмаға. Бізде негізі барлығын қосқанда 10 тапсырма шығу керек, сонда 10 балл болады, иә? Енді кейбіреуін үлгермей жатырмыз. Келесі, егерде Қарабұлақ ауылының балалар бізде болды, онда тағы бір тапсырма бар. Бізде мынандай литийдің 3 изотопының салыстырмалы атомдық массасын есепте деген. Соны есептесеңдер болады. Үлгеріп жатсаңдар есептей беріңдер. Так, келесі кім дайын? Кім дайын? Карина, қай элемент алдың? Мөлдірсеңіздер. Айсере оқы қой. Азот жақсы. Протон саны. Өте жақсы, тамаша. Молекулаңыз шығады ма? Айбаны оқы қой. 19. Аликон. Балалар тағы дайынбыз ба? Дайынбыз ба? 32-ші мектеп. 30-ші мектеп.
элемент алсын. Біз Қаратау ауылының 7 класс балалары өте жақсы, молодцы. Молодцы, иә, өте белсенді Бұл екен. кісілер негізі по расписанию химия жоқ қой, ертең бұларда. элемент алдым. Бірақ қатысып отыр балалар. Бізде солай болып тұр, таңертең шақырып жатыр. Айта бер. Бұл кісілер Қарабұлаққа мен Ал, беріп оқи жүрмін, ғой. негізі бұларда расписаниеда жоқ болған. А, Болды.